Сәлеметсіздер ме достар? Қалайсыздар? Демалыс күндеріңіз қалай өтуде? Бала кезіміздегідей отбасымызға сүтті бәліштер әзірлеп бермедік пе? Олай болса, менің ұсынған мәзірімді қабыл алыңыздар және де сақтап алыңыздар. Дәмі, иісі бәрі керемет болып шығады, достар. Оны ысы шаймен ішсек қандай керемет. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз, жарай ма? Олай болса бастаймыз. Бөлме температурасына жылып тұрған 150 грамм сары майымызды миксерлеп, жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне 300 грамм шекер мен 80 грамм ванилин қосамыз. Барлығын бір келкетіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Бір шөкім тұз саламыз, көп салмаймыз. Екі жұмыртқа енгіземіз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң 80 грамм қаймағымызды саламыз. Жарты қасық ас содасы уксуспен бұқтырылған. Және 170 грамм сүтімізді енгіземіз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып миксерлейміз. Оның үстіне ұнымызды қажетімізше саламыз. Әркім өзінің қамырына қарай ұнды салатын болады. Ұнды қамырымызды илегенде қатты нығыз қылмаймыз. Жұмсақ қамыр болып шығу керек. Достар, біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай үгітілмелі, керемет қамыр болып шықты, жұмсақ болып. Дайын болған қамырымызды алып, астына ұнымызды сеуіп, ысқышпен ысатын боламыз. Қатты жұқа қылмаймыз, керегімізше формаға шығарып, противенімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды жайып, бәліштерімізді жайғастыратын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай бәліштерімізді жайғастырдық. Оның үстіне 2 жұмыртқаның сарысын былғап жағып шығатын боламыз. Одан бұрын 180-200 градуста пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Жағып болған соң бәліштерімізді әдемілеп тұрып пісіріп аламыз. Бәліштеріміз пісеміз дегенше біз өзімізге анчан шайын әзірлейтін боламыз. Достар, осы анчан шайының мен пайдасын айта кеткім келіп отыр. Бұл адамның денсаулығына өте керемет тигізер пайдасы зор. Айтарлықтай шаштың түспеуіне, есте сақтау қабілетіне және де ағзадағы артық майларды шығаратын қасиетке ие керемет шай десек болады. Міне достар, біздің бәліштеріміз дайын болды. Өте ыстық, абай болыңыздар. Керемет болып пісті. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай түрі, түсі бәрі керемет. Міне достар, біздің бәліштеріміз суыды. Қазір анчан шайымызбен керемет шай ішетін боламыз. Сіздер болсаңыздар сақтап алыңыздар және де отбасыларыңызға әдемілеп тұрып пісіріп беріңіздер.